Баршаңызға сәлем, сіздермен жамбас сан буын дисплазиясы кезіндегі массажбен бөліспекшімін. Баланы арқасымен жатқызамыз. Жамбас сан буынында толықтай шеңбер жасап айналдырамыз. Бірінші сыртқа қарай айналдырамыз, сосын ішке қарай айналдырамыз. Осылай жасау арқылы жергілікті, яғни жамбас сан буынындағы қан айналымды және нервтенуді жақсарту арқылы өспей қалған ұршық болса орнына келтіреміз, немесе орнына түспеген ұршық болса соны қалпына келтіреміз. Бұны бірнеше рет жасау керек. Дисплазиясы бар балалар болсын, дисплазиясы жоқ балалар болсын, әрдайым көтерген кезде екі аяғының ортасын ашып көтерген дұрыс. Ол бір жағынан дисплазияның алдын алады. Дисплазиясы бар балаларды мүлде беске бөлуге болмайды. Олардың аяқтары әрдайым екі ортасы ашық болуы керек. Сол үшін де арнайы корсеттер кигізіледі ол балаларға. Міне осылай аяқтардың орталарын ашу керек. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.